Ал құрметті оқушылар, бізде бүгін екі түрлі шек болып тұр, соны біз екі түрлі жағдайда, екі жағдайда қайсысын қай жерде пайдаланатынымызды түсіндіріп өтейін. Мен тағы да бір лайфхак болсын. Егер де біздің шексіздік, яғни x санға ұмтылатын болса, онда біз мына тұрған көп мүшені көбейткіштерге жіктейміз. Ал егер де бізде шексіздік, x-ымыз шексіздікке ұмтылатын болса, онда біз оны басқаша тәсілмен шығарамыз. Көрейік, бірінші жағдайды көрейік. Мысалы бізге, яғни біз көп мүшені көбейткіштерге жіктеудің тәсілдерін білеміз. Мына жерде қарайық, вет теоремасы бойынша әркім өзінің қалауынша көбейткіштерге жіктеу болады. Вет теоремасы бойынша көбейтіндісі -3-ке тең, қосындысы 2-ге тең сандар қандай сандар? Яғни ол қандай сандар? 3 пен 1. Таңбасына қарайық, бірақ енді бізде x -3 және x + 1 деп көбейткіштерге жіктеуге болады. Екінші көп мүшеге қарайық, көбейтіндісі +6-ға тең, қосындысы 5-ге тең. Яғни бұл сандар x көбейтіндісі x -3 және x -2 деп көбейткішке жіктеуге болады. Енді істейміз, қысқартамыз. Сол кезде бізде болады, яғни x-іміз 3-ге ұмтылған кезде x + 1 және x -2 деген өрнек қалды. Енді істейміз, x-ті орнына 3-ті қоямыз. 3-ке 1 қосқан кезде 4, 3-тен 1 2 алған кезде 1. Яғни сонда біздің шексіздігіміздің мәні 4-ке тең болады екен. Ал екінші жағдайда қарайық, егер шексіздік x шексіздікке ұмтылатын болса, онда біз мына тұрған көп мүшенің жоғарғы дәрежесіне бөлеміз. Яғни сонда бізде болады, x шексіздікке ұмтылғанда x квадрат бөлінген x квадрат -3x бөлінген x квадрат және +2 бөлінген x квадрат деп жазамыз. Бөлшектің бөлінген x квадрат бөлінген x квадрат 1 бөлінген x квадрат болады. Сонда бізде не қалатын жазар? X шексіздікке ұмтылған кезде, 1 -3 бөлінген x квадрат +2 бөлінген x квадрат болады. x квадрат x болады. Әрқақта бізде 1 -1 бөлінген x квадрат деген өрнек шықты. Енді мына жерде шексіздікке ұмтылған деген, енді шексіздік деген санды білеміз. Мына жерде 3-ті шексіздікке бөлсек не болады? 0 болады, яғни 0-ге ұмтылып тұр ғой. Сонда алдында бізде 1 қалды, бөлінудегі, яғни сонда өрнектің мәні 1-ге тең болады екен. Осы екі өрнекті бірінен ажыратып, қандай тәсілді қолдануым керек екен?